Ишғал етілген бөлгелерден Украинали оқу йортларына сәдәлештірілген системаға көре тахминен әкебен абитуриент кірді. Весиқалар берілмесі үшін ЗНО нәтижелері паспорт ве аттестат керек олмады. Олар Донбасс Украина ве Қырым Украина тәсел меркезлерінің қызметлерінден файдаланды. Меркезлер Украинада 2016 сенесінден башлап чалыша. Бүгінде бөлі 75 меркез бар. Кырыш компаниясы июннің учынден сентябрінің 27-сіне қадар девам етті. Вступ дітей з території окупованого Криму. Ишғал етілген Қырым ве Донбастан абитуриентлерінің институтларға кіруі дайма Русия тарафындан қошма маниялар. Бізім телекөсізлік системаларымыз бар, олар мақсус абитуриентлер үшін чалыша. Олардың арасында абитуриентлерінің шахси мәліматыны шифреленмесі. Оларны ады ве сой ады эпосы весиқаларда гизле.